Бақытты болса әжетай, бүгін күн тайбыңыз. Бүгін бақ сөзін жүз ашаңыз әжетай. Жаным әжем, бағым әжем, ақ жүректі барым әжем, немерелер, шөберелер, улап-шулап өсер. Аман жүрші арамызда, бағалайық барыңызда, ғасыр тойын біз тойлайық. Шашы қойым. Бағыны сімен құттықтаймын. Сен дауыс көрем. Туған күні құттықтаймыз. Саламатсыз ба, базар тәте? Қалайсыз, амансыз ба, жақсысыз ба? Тәте, бүгінгі келіп жатқан жаңа жасыңызбен құттықтаймын. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Деніңізге саулық, басыңызға байлық тілеймін. Көрінген ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің рахатын менің Ақжездем екеуіңіз бірге көріп, бірге қартайыңыздар. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Қайда жүрсеңіздер де аманшылықта жүре беріңіздер. Сізді құттықтаушы Қызылордадан Нағима сіңіліңіз. Аман болыңыз, бақытты болыңыз, өмірлі болыңыз. Құрметті құдағай, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке, бірлік тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, әр жылыңыз жақсылыққа толы болсын. Бала немереңіздің қызығын көріп, абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болсын. Жүзіңізден күлкі кетпей, шаңырағыңыз жақсылыққа, шаттыққа толы болсын. Құдаммен бірге қол ұстасып, ұзақ ғұмыр жасаңыз. Алла тағала әдемі қартаюды нәсіп етсін. Сәлем жолдаған Айнаш құдағайыңыз. Саламатсыз апай, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің шәкірт тәрбиелеудегі еңбегіңіз бен білім мен тәрбие берудің қажырлы қызметіңіз әрдайым жоғары бағалауға лайық. Сіз берген тәлім мен өнеге талай шәкірттің өмір жолына бағыт бағдар болып келеді. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілеймін. Шәкірт тәрбиелеуіңіздің құрметіне бөленіп, әрдайым қуаныш пен бақытқа кенеле беріңіз. Аман болыңыз. Аса құрметті Базаргүл апай, сізді бүгінгі келіп жеткен 66 жас мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге отбасыңызға бақыт, бақ береке, ырысне тілеймін, өзіңіздің деніңізге саулық тілеймін, әдемі қартайыңыз. Туған туыстың, дос жаран, құда жекжаттың арасында абырой беделіңіз қашанда биік болсын. Балаларыңыздан тараған немерелеріңіздің қызығын көріп, тамырын тереңге жайған бәйтеректей болыңыз. Тек қана балаларыңыздың емес, шәкірттеріңіздің де үнемі ыстық ықыласына, алғысына, рахметіне бөлене беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, қашанда құрметіміз әрдайым сізге деген биік. Әрқашан басымызды иіп тұрамыз. Әлі де болса сізге алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Біз сізді жақсы көреміз. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ғой. Сондай сөз бар қазақта. Сіз бізге өте жақсы, тіпті жаңағыдай ұлы ұстаз деп айтса да болады. Сондай ұстаз бола білдіңіз. Сіз жай ғана өз мамандығыңыз сабақ беріп қана қойған жоқсыз. Сол тарих пәнінде бізді, сол тарих пәнінен сабақ өтіп атқан кезде бізді сол әлемге, сол әр түрлі уақыттардың кезеңіне апара білдіңіз. Сондай сезіммен есімде қалыпты. Біз бәріміз тарихтан жақсы оқыдық. Мен тарихты әлі уақытқа дейін жақсы көремін. Тарихтан алған білімім әлі де менің жадымда. Сондықтан бір ұстаз деп айтқан кезде мен жүрегімде ең бірінші Жәлімбетова Базар деген апайдың есімі жаңғырады үнемі. Құрметті Базаргүл Қаршығақызы, сізді бүгінгі жаңа жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Сіз шәкірттеріңіздің жүрегіне із қалдырған парасатты жансыз.
Балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбере сүюді Алла нәсіп етсін. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Аға екеуіңіз бір жастықта қартайып, ұзақ ғұмыр жасап, әр күніңіз қуанышқа, бақытқа, берекеге толы болсын.